Таңертең аш қарынға жылы су ішкендер жасарады. Сіздің таңыңыз қалай басталады? Бір шыны кофе ішесіз бе әлде бір шыны шай ма? Бәлкім бір стақан жылы су ішетін шығарсыз. Аш қарынға су ішу қытайлардың дәстүрлі іс-шарасы саналады екен. Қытайда аш қарынға ең алдымен ыстық су ішу міндетті. Тіпті олар шайды жүрген жерлерінде термосқа құйып алып жүретін көрінеді. Сонымен қатар кез келген мейрамханасынан қайнаған су сұрап ішуге болады. Бұл олар үшін үйреншікті жағдай болып қалыптасқан. Қытайлардың түсінігінше бір стақан жылы су ағзадағы зиянды шлактар мен токсиндерді шығарып, иммунитетті нығайтады, көңіл күйді көтеріп, зат алмасуды жақсартады. Арықтауға көмектесіп, ісікті кетіреді. Бұдан бөлек жасаруға да септігін тигізіп, ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Неге аш қарынға жылы су ішу керек? Адам ағзасының ішкі температурасы 38 градусты құрайды. Сол себепті де салқын немесе бөлме температурасындағы суды ішкенде ас қорыту жүйесіне ауырлық түседі. Себебі ағза суды 38 градусқа дейін жылытуы керек. Бір сөзбен айтқанда жылы су ағзаға өте пайдалы су саналады. Адам ұйықтап жатқанда ағза барынша жұмыс істейді. Күнімен жиналған зиянды токсиндер мен шлактар ыдырай бастайды. Осылардың бәрін таңертең жылы сумен айдап шығу керек болады. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су ішек қарын аймағына жиналған шырышты жуады. Ішектің қабырғаларын тазалап, ондағы токсиндерді айдайды. Сосын ішек қарын жүйесі іске қосылып, ары қарай жүре бастайды. Иммунитетті нығайтады. Ішек адам ағзасындағы иммунды мүшелердің бірі. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар, жылы су ағзаға қажетті нәрлі заттарды тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын жылдамдатады. Мұның иммундық жүйе үшін пайдасы зор. Көңіл күйді көтереді. Расында да жылы су көңіл күйді көтереді. Жылы су ағзадағы кейбір гормондардың түзілуіне септігін тигізеді екен. Әсіресе қуаныш гормоны саналатын эндорфин гормонын түзеді. Бас ауырып тұрғанда жылы су ішетін болсаңыз, ауырғаны басылып, көңіл күйіңіз көтеріліп шыға келеді. Зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі. Диетологтар бұл болжамды растап отыр. Жылы су ішек қарын арқылы өтіп, зат алмасу жүйесін 3 есеге арттырады екен. Осындай жылдамдықтың арқасында ағзадағы тіндер кислородпен қанығып, көбірек калория жоғалтатын болады. Сөйтіп сіз де арықтай бастайсыз. Тіпті мұндайда ең проблемалы аумақтар, бел, бөксе, сандағы майлар да жиырылады. Ісінуді басады. Жылы су ешбір қоспасыз-ақ несеп айдайтын қасиетке ие. Егер сіз күн сайын таңертең аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күнде ақ ісіктің басылғанын байқайтын боласыз. Оның үстіне жылы су бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Жасартады. Терінің құрғауы оның қалпына келуге кері әсерін тигізеді. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Сол себепті де суды 40 градусқа дейін қыздыруды әдетке айналдырыңыз. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанында ойық жарасы барларға, гастритпен ауыратындарға мұндай суды ішпеген дұрыс. Оның орнына қайнаған, бөлме температурасындағы суды ішкен абзал. Жаттығу кезінде су ішуге бола ма? Құрамында бояғыш заттары бар, газдалған сусындарды мүлде ішуге болмайды. Жаттығу залында адам ағзасы едәуір күш жұмсайды. Жиі тыныстау, терлеу арқылы ағзадағы су мөлшері де азаяды. Кейбір жаттықтырушылар жаттығу жұмыстары аяқталғанша су ішпеуге кеңес береді. Су тұтынған жағдайда сіз жұмсаған күштің бәрі далаға кетті деп есептейді. Дегенмен мұны миф деуге болады. Себебі әр адамның ағзасы әртүрлі. Олардың тершеңдігі де, тәулігіне қаншалықты су ішетіні де бірдей емес. Мысалы, бір адамдар күннен 3-4 литр суды ойланбай іше алатын болса, кей адамдар 1,5 литр судың өзін тауыса алмайды. Оның үстіне фитнес залындағы жаттығулар кезінде адам денесінің қызуы жоғарылай түседі. Дене қызуы терлеу, жаттығу барысындағы жиі тыныстау арқылы басылады. Судың микробөлшектері алдымен қаннан, бұлшық еттінен, содан кейін ғана майлы қабаттан шығады. Сондықтан жаттығу кезінде су ішу зиян деген тұжырым қате болып саналады. Керісінше, бұл фитнеспен айналысатын адамның денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. Қоюланған қан артериялар арқылы нашар қозғалады. Ондайда жаттығу жүректің жиі соғуына ықпал етеді.
Су жеткіліксіз болса, ауырсынулар, мигрен және тез шаршағыштық сияқты қолайсыздықтар болуы ықтимал. Күйзелістің жиі орын алуы, әсіресе егде жастағы денеде, суды аз мөлшерде тұтынудан болып жатады. Сонымен су ішу керек пе, әлде? Әрине, ішу керек. Тек ағзаның қажет еткен мөлшеріне қарай ішкен дұрыс. Шөлдеді мекендеп жаттығу үстінде суға тойып алудың да мәнісі жоқ. Ол да ағзаға кері әсерін береді. Ішетін суыңыздың салқын болмағанын қадағалаңыз. Өйткені салқын су ағза ысыған кезде ішекке барып суық тию, тұмау ауруларын тудыруы әбден мүмкін. Сондықтан бөлме температурасындағы суды ішуді әдетке айналдырған абзал. Құрамында бояғыш заттары бар, газдалған сусындар жайлы ұмыта тұрыңыз. Олар фитнес үшін арналмаған. Энергетикалық сусындардың да жаттығу кезінде пайдасы жоқ. Айран, сыра, квас сынды түрлі сусындар да қажет емес. Тек су. Лимон қосылған су мен шайды мүлдем ішуге болмайды. Бұл әсіресе әйел затының ескеруге тиісті басты қағидаларының бірі болуы тиіс. Себебі фитнес залында ағзада тазалану процесі жүреді. Фитнеспен шұғылданатын әйел адамдарда сүт қышқылдарындағы қажетсіз токсиндер мен микроэлементтерден тазару болады. Сондықтан тек су ғана артық заттардан тазартуға қауқарлы. Дегенмен аздаған мөлшерде суға бал қосуға болады. Оның құрамында глюкоза, фруктоза, сахароза, фолий қышқылы, А, Е, К, стәрумендері, мальтоза, мелицитоза сынды құнарлы табиғи заттар бар. Қатты күшті талап ететін жаттығулар кезінде бал қосылған судың пайдасы зор. Қанша су ішу керек? Әлбетте, денені жаттықтырып отыру біршама еңбекті талап етеді. Әр жаттығуды өз нұсқауымен жасау керек болса, суды да өз орнымен ішу керек. Мысалы, жаттығу алдындағы 1-2 сағат бұрын ішкен 50-80 мг суыңыз сіздің қозғалыс барысында шөлдемеуіңізге ықпал етеді. Ал шынығу кезінде шөл қысса, 15-20 минут ішінде 1-2 рет су ұрттаудың зияны жоқ. Тек лықылдатып ішпесеңіз болды. Жаттығуды аяқтағаннан кейін суды 20 минуттан соң ішу керек. Демімізді алып, ағзамыздың жұмсаған су мөлшерінің орнын толтыру үшін осы уақыт ыңғайлы болып табылады. Су адам өмірінің бір бөлшегі. Біздің ағзамыз сумен қоректеніп, қуат алады. Бет әлпетіміздің, дене мүсініміздің келісті болуы да суды дұрыс тұтына білуімізбен байланысты.